Кәсіпқой бокста атой салып жүрген қазақстандық проспект Жәнібек Әлімханұлы әлемдік рейтингтерді бағындыруын ары қарай жалғастыруда. Кеше ғана ол WBC рейтингінде 9-шы саттан 6-шы орынға көтерілді. Ал WBO-да өз салмағы бойынша үздік үштіктің қатарында тұр. Бұл жаңалықты Жәнібек жай ғана қарсы алған жоқ. Ол қайтадан мықтыларға шақырту тастады. Мықтылар болғанда 31 кездесу өткізіп, әлі жеңіліс көрмеген американдық былғары қолғап шебері Джермал Чарлоға үндеу жариялады. WBC рейтингінде 6-шымын. Чарло дайын бол, 2021 жылы кездесеміз деп жазды. Бұған қоса ол 2021 жылы мен чемпион боламын дегенді тағы да қосты. Жәнібектің мұндай мәлімдемелермен енді біз таңғалдырмайды. Өйткені бұған дейінде ол осындай түртпек жазулармен чемпиондардың шамына тиген болатын. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда бас аяғы 4 боксшы ғана профиде әлем чемпионы атаналды. Олар Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов, Василий Жиров және Жанат Жақиянов. Triple G олардың ішінде әлі де бокс тасып жүргендер қатарында. Енді Әлімханұлы 2021 жылы солардың қатарына қосыламын деп отыр. Естеріңізге салайық, Жәнібек жақында ғана ақш-та кездесу өткізіп, жарқын жеңіске қол жеткізген болатын. Рейтингтердегі жоғарылау сол бір нокауттың ықпал екендігі түсінікті. Ал тағы бір жеңілмеген профи Мейірім Нұрсұлтанов кезекті жекпе-жегін 5 желтоқсан күні Ресейде өткізеді. Тура осы күні Екатеринбург қаласында RCC Boxing Promotion өзінің кезекті бокс кешін ұйымдастырмақ. Ол жерде жерлесіміз ресейлік Илья Баландинмен бақ сынайтын болады. Кездесу орта салмақта өтіп, 8 раундқа жалғаспақ. Баландин анау айтарлықтай мықты қарсыластар қатарынан емес. Ол әзірге профиде 8 кездесу өткізген. 4-еуін жеңіспен аяқтаса, 3-еуінде ұтылып, бір кездесу тең аяқталған. Еншісінде 2 нокауты бар. Ал Мейірімнің рингке шықпағанына жылға жуықтады. Ол соңғы рет ақш-тың Лас-Вегас қаласындағы MGM Grandта Кристиан Оливаспен жұдырықтасып ұпай санымен жеңіске жетті. Осы жерде ол WBC, USNBC белбеуін еншіледі. Сондай-ақ Панда деген лақап аты бар павлодарлық былғары қолғап шебері Серік Мұсаділовтің де кездесуіне аз уақыт қалды. Жартылай ауыр салмақта өнер көрсететін жерлесіміз 20 қараша күні ақш-тың Майами қаласында кездесуін өткізеді. Оның қарсыласы мексикалық Даниэль Найджара болмақ. Найджара негізі ауыр салмақтың боксшысы. Десе де бұл жолы ол жартылай ауыр салмаққа түсіп, бағын сынап көреді. Еншісінде 9 жеңіс және 5 жеңіліс бар. Ал Серік болса, осыған дейін 7 рет рингке шығып, бәрін нокаутпен аяқтап отырған. 26 жасар қазақстандықта біздің кәсіпқойдағы үміттеріміздің бірі. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Сондай-ақ осы бейнематериалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы WhatsApp, Facebook, Instagram, VK-да таратуға көмектесіңіздер. Сонымен қатар біздің Instagramдағы парақшамызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Оның сілтемесі бірінші комментке қыстырылған. Тамашалағандарың үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде қазақ батырларының жеңісті жолдары көп болғай.